сыныпта бар ма қиын ма? Сізбен психологиялық жағында ахуал қалыптастыру үшін жылы лебіз, жылы жүрек атты әдісімізді қолдансақ, иә, барлығымыз орнымыздан тұрып әр тоқтады. Бір оқушыдан жанындағы жолдасына жақсы лебіз білдіріп отырсақ. Тыныштық? мен саған сәттілік мен саған көңіл күйдім. Зияде, мен саған бүгін жақсы сабақтарды түсінсін деп білемін. Мен саған бүгін сабағым жақсы өтсін. Мен саған жақсы Хамидаге, мен саған бүгінгі күніне сәттілік тілеймін. Атина, мен саған бүгінгі күнде бізге салуға сәттілік тілеймін. Что? Болмаса мен саған тек жақсылық тілеймін, бүгінгі күнде сабағыңды жақсы өтіп. Зейнеп, мен саған күнің жақсы өткенін тілеймін, сабақтар жақсы болғанын. Мира, мен сенің күнің жақсы өтсе деп қалаймын, сабақтарды жақсы өтіп. Келесі балалар, енді бізде қазір сіздерді топқа бөлетін болсақ, қазір мен сіздерге суреттің қиындыларын беремін, яғни мозаика әдісі бойынша сіздер сол суретті құрастырып, суреттің бір жағында ұран, екінші жағында екінші сурет бар, иә? Соны құрау арқылы сіздер бүгінгі ұрандарыңызды және өздеріңіздің топтарыңызға ат қойып алсаңыздар. Болған шығар, бар автобус соған бәрібір. Гаухар Бірінші дайынсыздар ма? Бір жағында сурет белгіленген, екінші жағында ұран белгіленген, иә? Суретке қарап өздеріңізге топтарыңызға ат қоя аласыздар ма? Қандай сурет белгіленген? Қарап көрейікші. Не белгіленген? Қазақстан қарсы және де Қазақстанның қандай ат қоя аласыздар топтарыңызға? бұл жерде біздер артына шыққан құран бүгін болашақ жоспасы Болашақ топ, иә? Өте керемет. Екінші топ. Сіздерде біздің ұранымыз ойлай берсең ойда көп, санада көп, ойнай берсең ойда жоқ, санада жоқ. Біздің топтың аты ой сана. Ой сана өте керемет. Үшінші топ. Бұл суретте белгіленген ананың баласына деген сүйіспеншілігі біздің тобымыздың аты ана болып келеді. Және де мұнда жазылып тұрған анадан үйренбей өнеге алмас, ұлы атадан үйренбей сабар жүрмес, тәрбие тал бесіктен. Өте керемет. Яғни сіздердің топтың аты сонымен өздерінің патриот болу кез келген адам үшін әрқашан үлкен құрмет болып табылады, иә балалар? Патриот болып адам туылмайды екен. Патриот болып адам қалыптасады екен, иә? Ал сіздердің ойларыңызша патриот дегеніміз кім? Патриот болу үшін адам не істеу керек? Өздерін жақсы көру керек тағы. Өздері үшін еңбек ету керек. Келесі құпия ұяшықтар әдісі. Бұл жерде ішкі туризм, Қазақстандағы діни туризм, халықаралық туризм және үш тілді. Бұл жерде берілген ұяшықтарға байланысты сіздер мына жерде тұрған сандар таңдау арқылы ұяшық таңдайсыздар және соның артынан сізге сұрақ шығады. Яғни топ тұрғандар 10-20 күрделене береді санға байланысты. Бірінші топ. Екінші. Бұл кімнің кесенесі және қай қалада орналасқан? Жауабын көрсек?
еңбегі жоқ ыстығы жалын. Еңбегі жоқ ғылым, ыстығы жоқ ғылым. Енді үш тілде соны айтып көрсеңіз. Science, наука. Иә? Оны көрсек. Дұрыс. Керемет. Үшінші. Үшінші топ. Ішкі туризм механизм. Қайынды көлі қайғылы қалай пайда болған? Қайынды көлі жылы жер сілкінісінің әсерінен пайда болған. Балалар, келесі бізде қолшатыр әдісі. Бұл жерде бізде төрт сұрақтар. Қазір әр топтан екі оқушыдан шығып сұрақ алсаңыздар және сол сұрақтың жауабын сіздер түсіндіріп кетсеңіздер, иә? Бірінші топ оқушы шықсаңыздар. Қандай бап берілген және соны түсіндіріп өтсеңіз? Азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті. Қалай түсінесіз? Менің ойымша біз бүкіл азаматтар Осында орта білім сіздерге тегін беріледі. Қазір сіздер мектепте оқып жатсыздар, иә? Сіздер тегін білім алып жатсыздар. Сонда барлық азаматтар, Қазақстан Республикасының азаматтары тегін білім алуға құқылы, яғни орта білімді тегін алуға құқылы екен, иә? Екінші? Тегіне әлеуметтік, лауазымды және білімдік жағдайына, жұмысына, кәсібіне, ұлтына, тіліне, дінге, көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімде ешқандай кемсітуге болмайды. Біз Қазақстан тәуелсіз мемлекетпіз және біздің құқығымыз жоқ кемсітуге. Олар өздері бойынша жүреді, өздерінің таңдауы. Сондықтан біз оларды кемсіте алмаймыз. Соның күтеліп жатыр, қарай алмаймыз, иә? Өте керемет. Отырғаныңыздар ма? Келесі екінші топ бізде. Азаматтың мемлекеттік жоғары оқу орнында конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқығы бар. Азаматтар өз елінде жоғары білім алуға толықтай құқығы бар. Ол жерде конкурстың нәтижесінде тегін оқи алады. Тегін оқи алады деп отырып тұрған, иә? Өз білімін дәлелдеу арқылы бала ары қарай ол егер жоғары нәтиже көрсететін болса, сіздер де мысалы қазір орта білім алып жатсыздар, жоғары білім алу үшін сіздер белгілі бір тест дейді ғой, тапсыру арқылы егер соны жоғары балл жинап жатсаңыздар, тегін білім алуға құқығыңыз бар екен, иә? Екінші? Республиканың азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға, сондай-ақ оны Қазақстаннан тыс жерлерге алыстауға болмайды. Менің ойымша оларды өз Қазақстанның азаматтығынан айыруға болмайды, бірақ олар Қазақстаннан тыс жерге кете алады. Кете алады, иә. Әркімнің өз құқығы бар, яғни өзінің қалауы болса, басқа елдерге бара алады, иә? Керемет. Үшінші топ. Экзамен
жұрттың бәрі тең. Бұл жерде осы елімізде заңның алдында әр адам өзі жауап береді. иә ол бай ол кедей деп ол жоғары лауазымда отыр немесе ол мүмкін жұмыс істемеуі мүмкін, бірақ егер туған жағдайда барлығы бірдей жауапқа тартылады. иә өйткені екінші Қазақстан Республика азаматтығы заңға сәйкес алынады және тоқтатылады. Ол қандай негізде алынғанына қарамастан бірыңғай және тең болып табылады. Қазақстан Республика азаматтығы жоғары лауазымда отырған адамдар алып және ол тоқтатылады. иә өте керемет. Онда жатырмыз. Келесі бізде менің жобам әдісі бойынша алдарыңызға берілген арыз парағына қазір мен сізге бір суреттен тарататын боламын. Бұл жерде не бейнеленген, сіздер оны қалай түсінесіздер. Оны білу мақсатында қазір сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға ерік беріп постер құрғайтын боласыздар. Яғни онда бірінші топ сізге, екінші топ сізге сурете бейнеленген не нәрсе бейнеленген немесе бір адам бейнеленген қалай түсінесіздер және қалай қорғап шыға аласыздар. Алдарыңыздың арыз парағына өз елін сүйетін дарынды адамды айтамыз. Біз өзіміз саналы ұрпаққа жатамыз. Саналы ұрпақ дегеніміз өзінің елін көркейтетін, дамытатын адамның бірі. Ал сіздерге саналы ұрпақ дегенде мысалы сурет салып тұрсыздар, сіздер бәйтерек көтеретін салыпсыздар. Неліктен? Саналы ұрпақты сіздер бәйтерек не істеп отырсыздар? Себебі бәйтерек өте үлкен деген деп жастар сондай біз бүгін бесік салдық. Бұл жерде болашақ, тәрбие, отбасы, патриотизм және бесікті де салдық. Әр мәдениет отаннан, отбасыдан басталады. Ата-анадан қалай тәрбие алғанға байланысты болады. Және де біз мына жерде киіз ет салып қойдық, өйткені бұрынғы замандарда біздің ата-бабаларымыз өздерінің балаларын осы киіз үйде тәрбиелеп өсірген. Соның нәтижесінде бізде саналы ұрпақ тәрбиеленіп жатыр. Өте керемет. Бұл суретте біздің жастарымыз бейнеленген, себебі біз өзіміздің планетамызды және жерімізді таза сақтауға тиіспіз. Саналы ұрпақты табиғатты қорғауға және жерімізді қорғауға Өте керемет. Енді бізде келесі балалар соңғы кері байланыс, яғни топ бойынша бізде қазір әрбір топтан бір оқушы шықса, топ бойынша сіздер бүгін қай шыңға жеттіңіздер? Блок ағашына өздеріңіз осы смайльді жабыстыру арқылы белгілеп кетсеңіздер. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Өте керемет ескендірдің тобы. Биік шыңға жетсіздер. Өте керемет. Ең асты. Шадал. Создали. Өте керемет. Жақсы.